банкінің баламасы пайда болды. Исламдық қаржыландырудың ерекшеліктерін көре бастаймыз. Қазақстанның Даму банкі мен Біріккен Араб Әмірліктерінің Әл-Хилал банкінің бөлімшесі бірігіп жұмыс істеу жайлы меморандумға қол қойды. Даму банкінің жетекшісі Болат Жәміштің айтуынша, исламдық банк қызметтерін дінмен тікелей байланыстыруға болмайды. Жаңа қаржы қызметтері туралы келесі бейнематериалда. Иджара біз білетін лизингтен өзгерек. Мұнда несие беруші мен қарыз алушы әріптес ретінде жұмыс жасайды. Демек, пайда мен шығынды бірге бөліседі. Осыған орай Қазақстан Даму банкінің төрағасы Болат Жәміш пен Әл-Хилал Ислам банкінің басқарма төрағасы Прасад Абрахам және Даму банкінің еншілес ұйымы Қазақстан Даму банкі лизинг басшысы Алексей Боев серіктес ретінде үш жақты меморандумға қол қойды. Бүгінгі күн Қазақстан Ислам банкінің дамуындағы айтулығын біз ұсынған альтернативалық өзгерістер Қазақстан экономикасының серпілуіне жақсы әсер етеді деп сенем. Қазақстан Ислам құнды қағаздарына 240 миллион Малайзия рингитін құйған ТМД-дағы алғашқы мемлекет. Бағдарламаның жүзеге асуын Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің еншілес ұйымы Қазақстан Даму банкі қадағалайды. Ал Әл-Хилал өз тарапынан бұл жобаға методикалық көмек көрсетеді. Тұрғындарға таңдау жасауға мүмкіндік беріп отырмыз. Олар не дәстүрлі лизингіге жүгінеді, не иджараны таңдайды. Біз алдымызға қаржы өнімдерінің қатарын кеңейту мақсатын қойдық. Оның ішінде Қазақстан Даму банкі лизинг еншілес компаниямыз арқылы иджара ислам қаржыландыруын енгіздік. Елбасы үкіметке трансұлттық құрылымдардан инвестиция тартуды міндеттеген болатын. Бүгінгі бастама соның бірден бір көрінісі. Жандос Жұмабек, Нұрбек Байбосын, Айдын Өнербаев, қорытынды жаңалықтар. Жаңа жылдан бастап халыққа қызмет көрсету орталықтарымен қош айтсамыз.